Сәлем достар, бүгін сіздермен кешкі аспен бөліскім келеді. Өте тойымды әрі дәмді болып шығатын кешкі ас түрін дайындайтын боламыз. Ерекше етіп дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар видеоның астында описание бөлімінде жазылып тұр. Ең алдымен тағамымызға қажет қамырымызды дайындап аламыз. Бөлек бір таза ыдысымызға бір жұмыртқа, су және де жарты шай қасық тұз қосып, бір келкі болғанша тұзымыз ерігенше араластырамыз. Оған ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болуы қажет. Қамырымыз жылы жерде 30-40 минуттай тұрды, июі қанды. Ал енді қамырымызды өте жұқа етіп жаятын боламыз. Дайын болған қамырымызға күнбағыс майы және укроп салып араластырамыз, оны қамырымызға жағатын боламыз. Мен укроп септім, ал сіздер болсаңыздар, сарымсақ ішіне салсаңыздар да болады. Менде балалар жейтін болғандықтан сарымсақ салғаным жоқ. Ал ендеше майды ұзын-ұзын бөлікке бөліп орайтын боламыз. Ескеретін жағдай, қамырымыздың барлық шетін майлау қажет, себебі қамырымыз жабысып қалады. Сіздер қамырдың ішіне кез келген зат салсаңыздар болады, пияз немесе қуырып, сәбізбен қуырып салсаңыздар болады. Мен тек қана көкшөп салдым. Дайын болған қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей майда етіп ораймыз. Сіздер жіңішке етіп және де кішкене етіп кессеңіздер де болады. Мінекей біздің орама қамырларымыз дайын. Ал ендеше сорпасына кірісеміз. Ең алдымен бізге ет қажет болады. Етті кішкене үлкен бөлікке бөліп, қызып тұрған қазанымызда майға қуырамыз. Оның үстіне 2 дана пиязымызды салып араластырамыз. Рет-ретімен картоп және сәбіз салатын боламыз. Ал бізге қажетті болгар бұрышын қамырмен бірге салатын боламыз. Ең соңында саламыз, себебі дәмі ерекше және де дәм беріп тұрады. Егер де алдын ала қуыратын болсаңыздар, дәмі онша білінбейді. Мінекей қуырылған массамызға бір ас қасық томат және де сарымсақ салдым. Қуырылып болғаннан кейін, 3-4 минут қуырғаннан кейін үстіне су құямыз. Суды көп мөлшерде құйылмау қажет. Дәм-тұз бойынша дәмдеуіштер салдым, ал енді оның үстіне оралған қамырларымды саламыз. Қамырымыздың іші маймен майланғандықтан олар бір-біріне жабыспайды. Орама қамырларымызды салып, оның үстіне болгар бұрышын саламыз және де өте баяу отта 10-15 минут пісіретін боламыз. Менің кешкі ас рецептім сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.